Ұлым 7 жаста, осы Тараз қаласында Барысхан мөлтек ауданында тұрамыз. Осы 7 жасында 1-ші классқа осы мектепке келдік. Нұрасылда 2 жасынан бастап біз сөйлемейтінін анықтай бастадық. Тараз қаласындағы бүкіл емханаларға көрсеттік, Алматыға тексерттік. Бізге аутизм диагнозын қойды балаға. Содан бастап біз логопедтерге барып, басқа да нелерге апарып көрсете бастадық. Менің қызым 2010 жылы Алматы қаласында босандым. Туа біткен осындай ауру деді, врожденная гидроцефалия. Сосын 2 айлығында операция жасады басына. Ол көмек бермеді, сосын 1 жасында жасады, 1 жас 10 айында жасады, сөйтіп 5 рет басына операция жасады. Орталықта бізде жылда жаңағы ПМК-дан өтіп тұрамыз ғой. Сол жерде айтты, осындай Нұрсұлтан Назарбаев атындағы қордан инклюзиялық мектеп ашылды, сол жерге барыңыздар. Содан кейін жарайды деп осында алып келдім. Құда қаласа биыл 2-ші жыл оқып жатқанына. Осы мектепке бергелі балада көптеген жетістіктер болып жатыр. Біз бұл мектепке келгенде мүлдем сөйлемейтінбіз. Мама, папа деп жаңағыны айтатынбыз. Бер, әкел деген сөздерді қайталамайтын. Қазір көптеген сөздерді қайталады. Қазір өзіне керек затын сұрап алатын болды. Көп нәрсені түсінді. Балалармен қарым-қатынас ортада бәрін жақсартып келеді. Жаңағыдай киім киген кезде де костюмдарды кимейтін қазақша киімдер, олар барлығын қазір саналы түрде өзі киеді, саналы түрде сабағын дайындайды бала, қуанып келеді осы мектепке. Мұғалімдерге, осы жердің білікті мамандарына алғысым шексіз, басымды иіп, рахметімді айтамын. Қызым өте жақсы жағынан өзгерді. Басында ашуланшақ етін, орнынан тұрып кетіп, қазір ондайдың ешқандайсы жоқ. Жай десең жай айтады, түстерді таниды, жазып, кішкене. Сондай нәтижелер өте көп. Құда қаласа осы қызым өз алдына былай ешкімнің көмегінсіз өз алдына жүріп, өзімен өзі болып кетсе деймін. Барарымыз осы Нұрасыл сөйлеп, сабағын оқып, бізді қуантып жүрсе дейміз, дені сау болып, басқа да балалардың барлығына дендеріне саулық тілейміз. Және осындай мектептер көбірек болсын.